Жастарға патриоттық тәрбие беру мақсатында Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжде әскери қолданбалы спорт түрлерінен облыстық жарыс ұйымдастырылды. Шара жеңістің 80 жылдығы мен соғыс ардагері Қабдеш Темірбайұлы Нұркеннің рухына арналды. Спорт алаңында 5 кезеңнен тұратын жарыс өтті. Алдымен қатысушылар автоматты жинап қайта бөлшектеді. Кейін пневматикалық винтовкадан атып, жалпы әскери қорғаныс киімдерін киді. Сондай-ақ түрлі дене жаттығуларын орындау кезеңдері болды. Әр жыл сайын осындай іс-шараларды өткізіп, Қабдеш Нұркенді еске алып отырамыз. Яғни ұлы жеңіске тағзым ол тек қана Ұлы Отан соғысының ардагерлері үшін емес, және де әрбір ұрпақ үшін аса маңызды күн деп білеміз. Қабдеш Нұркен ұрпақтары бізге осындай шәкіртақы тағайындап жатыр. Және де біздің колледж осындай Бейсен Ахметов сынды түлекті түлеткеніне біз мақтан етеміз, және де сонымен мақтанамыз. Жарыстан бөлек қонақтар колледж ішінде ұйымдастырылған көрмені тамашалады. Онда жеңістің 80 жылдығына және Қабдеш Нұркеннің өмір жолына арналған экспонаттар қойылды. Одан бөлек студенттер үшін ерлік сабағы өтті. Мен ол кісімен алыс туыс боламын. Россияда танысып, содан ағамның қасында 13 жыл жүрген азаматпын. Ол кісінің жеке өмірі үлгілі болады біздің көп адамдарға. Неге десең, сол кісі өте қарапайым адам болды, жақсы адам болды, алысты жақындатып жүретін. Аға өзінің балаларын жақсы тәрбиелеп, балалар түгел осында ұйымдастырып жатыр. Өте қуаныштымын мен бүгін міне осындай шара өтіп жатқанына. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер марапатталды. Оларға Павлодар облысының білім басқармасы мен Павлодар қалалық ауған соғыс ардагерлері одағының кубоктары, медальдары мен мадақтама қағаздары табысталды. Сабина Жолдасбаева, Александра Алябьева, Алексей Михедов, ертіс ақпарат.